Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен оверлоктың настройкасын қалай істеуді қарайтын боламыз. Менде 3 түрлі мата. Біріншісі мындай подкладочный мата, екіншісі мындай футер трехнитка, қалың мата, үшіншісі мындай орташа қалыңдықтағы мата. Олардың настройкасын қалай жөндеуді қарайтын боламыз. Мен инелерді сабақтап алдым. Инелерді сабақтау кестесі төменде көрсетілген. Әрбір оверлокта төменде көрсетілген. Сол бойынша дұрыс кигізіп, мына жерден иненің жіптерін әрқайсысын бір-бірінен шатастырмай, тәуелсіз етіп шығару керек. Содан кейін барып мен настройканы матаның қалыңдығына қарап көремін. Ең бірінші мына жердегі жіптің ара қашықтығы негізі стандарт 3 пен 2-ның ортасы 2,5, және мынандай жұқа маталар үшін жиілігі 0 мен 1-дің арасында. Өзіңізге ұнағандай етіп істейсіздер. Сонда менде мұнда настройка 2, 4, 2 және 0 деген тұр. Сол бойынша қарап көрейік. Міне. Осындай. Осылай шықты. Енді келесі материал үшін тура осы настройканы қарап көрейік. Папа. Мындай футерный трехнитканы стретчевый материалдарға арналған инемен тігеді. Қарап тұрғаныңыздай, бұның настройкасы мұндағы қалың матаға келмейді. Оның настройкасын матаның қалыңдығына қарай. Мата қалың болса, онда оның несі трикотажный ткань ғой, бұл бізде длина стежка дейді. Длина стежка 2,5 мен 4-ның арасы 3-ке қойайық. Және натяжение нити қалаған 1,5-ға қойайық та. Енді мына жерде қарап тұрсаңыздар, астыңғы жіп дегеніміз ол біріншісі, үстіңгі жіп, мынау изнаночный, үстіңгі жағындағы жіп ол мынау, төртіншісі мынау көкпен белгіленген ол бірінші тігіс, мына жерден түсетін, мынау екінші тігіс, соңына түсетін үстіңгі тігіс болып есептелінеді. Қарап тұрсаңыздар, мұнда астыңғы жіп пен үстіңгі жіптің натяжениесі слабый, мыналар балтатса етіп тұр мына жағында. Сондықтан мен оларды кішкене тартамын. Үстіңге қарай 0 деген сөз, ол вообще натяжение жоқ деген сөз. 1 деген сөз кішкене натяжение бар деген сөз. 2 деген сөз солай қаттырақ деген сөз. Натяжение бар деген. Мен 1, 1, 2, 3-ке қойып көрдім. Енді қараймыз. Жаңағы қарағанда результат нормальный. Бірақ мұнда маған ұнамай тұрғаны мынау екінші тігіс. Екінші тігіс мына жерден қарап тұрсаңыздар босап тұр. Соны тартып көрейін. Және бірінші тігісті де тарттым. Міне, идеальный. Мына жақтары да дұрыс. Ортаңғы 2
астыңғы петлитель мен үстіңгі петлительдің орналасуы да дұрыс, ортасында тұр. Мына жақта идеальный тұр. Демек, қатты трикотажды материалдар үшін 2-3-2-3 деген настройка менде тура келіп тұр. Осылай мына тігістер торчать етіп тұратын болса, мынау біздің ең бірінші тіккеніміз. Бұл настройка мынау жұқа материалдың настройкасы болған. Жұқа материалға бұл идеальный, ал трикотажды материалдарға бұл мүлдем келмейді бұл настройка. Міне оның настройкасы осылай болады. Енді міне орташа қалыңдықтағы материалға тура осы настройканы қарайық. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде сіздерге көріне ме? Астыңғы тігіс қатты тартылып тұр. Мата кішкене иіліңкіреп тұр. Кішкене иіліңкіреп тұр. Сондықтан астыңғы тігістің тартылуын кішкене түсірем. Енді қарап тұрсаңыздар, астыңғы тігіс әлі де тартылып тұр. Үстіңгі тігіс бос. Так, мынаны 2, 1, 3, 2 дедім. Тағы қарай. Немесе екеуін бірдей етейік. Екеуінде 2-ге қояйық. Мынаны 2, 2, 2 настройкасын қарайық. Міне, астыңғы тігіс пен үстіңгі тігістің тартылуы бірдей. Ортаңғы стежок дейді ғой, 2 стежок тігісте бірдей. Не осындай етіп идеальный қылып істесеңіздер болады. Настройканы өзіңіз осындай кітапшаға қарап, Аверлоктың кітапшасына қарап, қандай матаға қандай настройка қолданып беруге болатын жазған. Сондықтан осы кітапшадағы мені ескерсеңіз болады. Ал кішкене үйреніп алғаннан кейін өзіңіз тігіп кете бересіз. Мұнда әрбір матаға қандай ине, қандай жіп кететіндері барлығы көрсетілген.